Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен испанский чизкейк жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі творожный сыр, оған қантымызды салып, жай скорста миксерлейміз. Сосын оған жұмыртқамызды бір-бірлеп салып, миксерлейміз. Барлығын бірден салып жібермейміз, бір-бірден салып, біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Сосын сливкиді құйып, тағы да миксерлейміз. Біздің заттарымыз бөлме температурасында болуы қажет. Сосын крахмалды саламыз, тағы да біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Ал енді формамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды құямыз. Пергамент қағазы формадан асып тұруы қажет, яғни біздің қамыр көтерілген кезде шетінен ағып кетуі мүмкін. Дәл осылай алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста үсті қызарғанша 50 минут шамасында пісіріп аласыздар. Бөлме температурасында суытып, сосын кем дегенде 2 сағат холодильникте тұруы қажет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.